Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қарапайым жолмен дайындалатын, дәмі ерекше, кремі де ерекше дайындалатын шоколадты медовиктің рецептімен бөлісемін. Ең бірінші ыдысымызға сұйық май, мед, шекер салып, баяу отта шекері ерігенше араластырамыз. Шекер ерігеннен кейін газды өшіріп, сода салып араластырып аламыз. Енді оны бөлек ыдысқа құйып суытып аламыз. Аздап суығаннан кейін жұмыртқаны салып былғаймын. Енді оған какаоны ситодан өткізіп араластырамын. Енді ұнды ситодан өткізіп аз-аз бөліктен салып отырып араластырамыз. Міне осындай жып-жұмсақ тесті дайын болады. Енді оны бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Менде 10 кожиктер шықты. Қаласаңыз 8 кожик қылсаңыз да болады. Енді кожиктерімізді жып-жұқа етіп жазатын боламыз. Ол үшін пергамент қағазының үстіне қамырымызды жазамыз. Осылай шанышқымен кесіп шығамыз. 200 градуста қызып тұрған пеште 3-4 минутта пісіріп аламыз. Піскен кожиктерімізді бірден айналасын кесіп аламыз. Осылай барлық кожиктарымызды пісіріп аламыз. Барлық кожиктарды пісіріп алдым. Енді кремін дайындаймын. Креміне кукурузный крахмал, шекер, жұмыртқа салып, жақсылап былғаймыз. Енді осының үстіне 20% қаймақты салып араластырам. Енді осыны баяу отқа қойып, үздіксіз араластырып отырамыз. Крем қоюланып, бетінде көпіріктер пайда болғанда газды өшіреміз. Енді кремімізді бөлек ыдысқа құйып, бетін контакты етіп жауып қоямыз. Енді бөлме температурасындағы сары майды жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстіне аз-аздан крем салып, миксерлеп шығамыз. Крем осымен толықтай дайын, біртекті қою масы болып шықты. Енді келесі манағы кожиктарымыздың айналасыны кескен артық бөліктерін блендерлеп аламыз, болмаса оқтаумен ұсақтап аламыз. Енді тортымызды құрастырамыз. Осында мен кольцоның ішінде тортты құрастыратын боламын. Осымен тортымыз дайын. Енді кремін сіңу үшін холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Торт барлығымызға ұнады. Қарапайым өнімдерден дайындалады. Кремі де сливкисіз дайындалады. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенемін.